қазір қасиетті Меккедеміз. Қасиетті Меккеде болсақ та жүрегіміз өзіміздің отанымызда, елімізде. Жүректі ауыртатын жаңалықтарды көріп отырмыз. Астанада сонау батыстан келген өздерінің хақыларын талап етіп, өздерінің уәждерін осы шенеуніктерге айтамыз деп келген жұмысшыларды біріншіден олар бір дұрыстап қарсы алмай, оларға не алдарына шығып, не дұрыстап сұрақтарына жауап бермеген. Енді оларды кеп әскермен, қарулы адамдармен кеп автобустарға тығып, оларды ұстап әкетіп жатыр екен. Не деген масқара? Құрметті шенеуніктер, осындай қасиетті Рамазан айында айналайындар, кішкене мейірімді болайық та. Керісінше ол сонау алыстан келген жолаушыларды ауызашарға шақырып, оларға бір баспана бер, оларға бір жататын орын бер, тамағын бермейсіздер ме? Тыңдаңыздар, диалог деген қайда? Адамдармен сөйлесу деген. Мен бір қуантатын нәрсе, жаңа